Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз өте дәмді әрі тез жасалынатын мини пиццалармен бөлісетін боламын. Бұны балдар өте сүйсініп жейді. Бізге ол үшін нанның 3/4 бөлігі, сосиска немесе колбаса қажет болады, сыр қажет болады, және де бір помидор және три желания майонезі қажет болады. Ең алдымен біз заттарымызды, яғни колбасаны және де сырды, помидорды теркадан өткізіп аламыз. Помидорды балалар несінің қабығын жемегендіктен мен теркадан барлығын өткізіп алдым. Егер де уақыттарыңыз болса, сырды және де колбасаны майдалап турасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен теркадан өткізіп алдым. Барлығын сырды, колбасаны және де помидорды және 2 қасық майонезді барлығын бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін барып нанның бетіне осы начинкаларымызды барлығын нанның бетіне салып шығамыз. Қыздар, 180 градуста қызып тұрған пешке осы дайын болған пиццаларымызды, яғни мини пиццаларды 10-15 минутке салып аламыз. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді әрі тез жасалынатын мини пиццалар.